Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Хамид Group компаниясы және де мен Бекболатова Мадина. Халық арасында Қытайдан келетін товарлардың сапасы сын көтермейді деп жатады, суретте және де видеода басқаша, ал алдыртып қарасаң бір үлбіреген сапасыз дүниелер келеді дейді. Сол себепті де біздер арнайы Қытайдан заказ беріп, товар алдыртып, сынап көріп және де сапасының нәтижесін сіздермен бөлісуге шешім қабылдап осы бағдарламаны қолға алып отырмыз. Ендеше каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар, біз бастаймыз. Назарларыңызға жаңа үлгідегі су кулерін ұсынамыз. Қазіргі таңда сезонның хит товарға айналып жатқан бұл кулерді біз де алдыртып, сынақтан өткізіп көрмекшіміз.小爱，我在。水壶加水。好的，水壶加水。你们这2天一直问我的茶发机，今天就跟你们说一说它。首先，它不需要上下水，找一个有电源的位置就行。它安装很简单，不到5分钟组装完毕。底下是放大桶水的位置，上面有个小的储物柜，可以放杯子和茶叶。有一个烧水壶和茶壶，这个水能烧到100度的。如果泡完茶放到这里也可以保温，默认是55度恒温的，保温时间可以24小时可以调节。温度调节。好的，温度调节。80度。好的，80度。烧水温度也是可以50度到100度调节的，泡茶冲奶都很方便。除了语音和手动的控制以外，还可以用遥控器远程控制，简直就是懒人的福音啊！这个顶上还有一个无线充电器，这以后啊，手机又多了一个地方充电。Өздеріңізге ұсынылған видеоны көрдіңіздерге үміттеміз. Жаңа ғана өздеріңіз көргендей сайттан алынған видео, яғни қытайлардың рекламасы. Ал міне біз уже мына жерде мына кулерді алдыртқанбыз, заказ беріп арнайы килограммы, оның барлығын сіздерге есептеп айтатын боламыз. Әрине енді бірінші алатын товарларыңыздың, тем более үйге қойып қоятын заттың орын алып тұруы сіздерге маңызды деп ойлаймын. Міне қарасаңыздар, примерно менің белімнен сәл ғана жоғары. И мына жақтан сыртқы келбеті өте әдемі десек те болады. Енді кулер әрине үлкен суларға арналған. Кухняға қойып қойсаңыз да өте әдемі көрінеді. Еще мына жерде қарасаңыздар, артықшылықтар десек те болады. Арнайы тефалі және де өзінің чайнигі бар. Тефальдің әрине тефальдің орны, и мына жақта чайникқа арнайы мынандай плитамен жасалынған. Мынаның барлығы ысыйды. Мына чайник кәдімгідей отқа қоюға арналған. Тефальді тоже қоя салайық. Тефальді немесе чайникті алып тастаған кезде мынаның бойынан жауып қойсаңыздар да болады. Мынау не десеңіздер, әрине мына жақта су ағызатын нәрселері бар. Пультпен басқарылады, және де мына жақта арнайы кнопкалар арқылы басқарсаңыздар да болады. Артықшылығы не десеңіздер, басқа кулерлерден артықшылығы бұл не істейтінін сөйлеп жеткізіп тұрады. Міне қызыл кнопканы басып қосамыз. Әрине енді Қытай тілін түсінетін жандар болса түсінген шығар. Міне мына жақтан мен чайникқа да, тефальға да осылар арқылы су құйып алсаңыздар болады. Тефальдің өзінде де тура осындай, мына кнопканы бассаңыздар, тефальға су құйылатын болады. 好的，加水停止。 Суды құйып кеткендігін айтып жатыр. Міне чайникті алған кезде өзінің астында арнайы плитасы бар, яғни чайникті қайнатуға арналған. Тефальмен чай ішпейтін кісілер болып жатыр, сол кісілерге ілтимас құрал десек те болады. Міне уже чайникті қайнатып жатыр, тефальді қайнатып жатыр. Мына жерде арнайы кнопкалар мен суреттер арқылы көрсетілген, не істеп жатқандығы. Енді Қытай тілін түсінбейтін жандар болатын болса, осы кісілерге арналған. Және де қарасақ болады, мына жақта арнайы мына жерде забарка, арнайы өздеріңіздің бокалдарыңызды, шай ішетін кружкаңызды болады. Міне астынан қарасаңыздар болады, міне үлкен бөтелке салынған. Осы кулердің артықшылығы, негізі көп кулерлерде мына баклажка төбесінде бір ұсқынсыз болып тұрады. Ал мына жерде астына көрінбейтін жерге қойып қоясыздар. Суларыңызды мына жақтан әдемі қылып ала берсеңіздер болады. Міне жеп-жеңіл ашып жатқанға да ыңғайлы. Және де мына жақта қанша су қалды, осының барлығы көрсетіліп тұрады. Енді ең негізгі нәрсе десек те болады, Қытайдан келетін товарлардың бір сынға алынатын жері сапасы. Әрине сапасына келетін болсақ, өздеріңіз көріп тұрғандай, сәл жұқалау жасалған. Әрине енді Қытайлар барынша экономдап жасайды ғой. Сонымен қатар мына жері полный стекло емес, бұл тоже пластмасс сияқты, көрсеткенде анық көрсетпейді. Особо қатты бір кемшілік тұстары жоқ. Әдемі көрінеді, бірақтан осы материалында ғана кемшілік
мүмкіншілік бар. Біз куллерді сынақтан өткізіп, ойымызды сіздерге жеткіздік деп ойлаймыз. Ендеше таңдау өзіңізде. Заказ берем десеңіздер, Хамид Group компаниясына хабарласыңыздар. Қытай сайттарынан сапалы товарды қалай таңдаймыз? Осы сұрақ бойынша Хамид Group компаниясының директоры Еркін Хамид мырзамен сұхбаттасқан едік. Ендеше назарларыңызға сұхбатты ұсынамыз. Тауардың сапасын анықтағанда көп адамдардың қателесетін бір несі бар. Яғни ол жерде бұқаның белгісі болады және коронаның белгісі болады. Сол тауарларды сапалы деп ойлайды. Әрине, ол корона мен бұқа ол компанияның ұзақ жылдан бергі дұрыс жұмыс жасап келе жатқанын білдіреді. Сондықтан тауардың сапасын білу үшін ол бұқа мен коронаға қарамау керек, тауардың бағасына қарау керек. Ол жерде сізбен саудаласып отыратын продавец болмағандықтан, ол интернет магазин болғандықтан, яғни ол жерде бағасы маңызды. Бір тауардың екі варианты болады. Арзаны, қымбаты. Қымбаты сапалы болады, арзаны средний болады. Сондықтан, құрметті достар, осыны біліп алыңыздар. Хабарымызды Қытайдағы өндіріс жаңалықтарымен жалғастырамыз. Қазіргі таңда бүкіл әлемді жаулаған Қытайдың таңдаулы тауарларын назарларыңызға ұсынамыз. Назарларыңызға Қытай өнімдерін ұсынамыз. Қажетті тауарды көріп қалсаңыз, Хамид Group компаниясына хабарласыңыз. Тапсырыс сізден, жеткізу бізден. Құрметті көрермендер, сіздерге пайдалы ақпарат бере алдық деген үміттеміз. Келесі бағдарламада тағы да жаңа товарға толық сынақ өткізілетін болады. Егер де сұрақтарыңыз, ойларыңыз, пікірлеріңіз болатын болса, каналымызға тіркеліп, ойларыңызды комментариясына жазсаңыздар болады. Сұрақ сізден, жауап бізден болсын. Ендеше, сау болыңыздар!